Сәлем достар, менің есімім Салтанат. Бүгін сіздермен күріш пен макароннан турецкий ерекше тағам, күріш мен макароны шашырап пісетін тағам дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 2 шөміш майымызды қойып, қызығаннан кейін 1 кесе макаронымызды салып, қып-қызыл болғанша қуырып алатын боламыз. Біздің макаронымыз қуырылып жатыр. 1 кесе күрішімізді жылы суға тұз салып жібітіп қоямын. Міне макаронымыз қып-қызыл қызарды. Енді жаңа жібітіп қойған күрішімізді салып аламыз. Салып, барлығын екеуін жақсылап араластырып, үстіне суымызды құямыз. Күріш пен макаронды қатқанша суымызды құйып, қайнап шыққаннан кейін бетіне қақпағын жауып 20 минутке демдеп қоямыз. Тұзымызды саламыз. Күрішіміз пісем дегенше біз тефтелиларды пісіріп алатын боламыз. Ыдысымызға 2 шөміш майымызды құйып, қызығаннан кейін тефтелиларды салып, жан-жағын қызартып қуырып аламыз. Ал міне арада уже біздің күрішіміз бен макаронымыз пісті. Күріште макаронды шашырап тұр, бір-біріне жабыспаған, өте әдемі, керемет шықты. Енді бұны шетке алып қоямыз. Ал міне тефтелилардың асты қызарып шықты. Енді аударамыз. Ал міне пісіп шықты, жан-жағы қызарды. Енді бұны барлығын алып аламыз. Алып, табамызды жуып, енді ішіне 2 қасық қаймағымызды салып аламыз. 2 қасық қаймақ, 1 қасық томат. Бізде бірақ томат жоқ екен. Мен кетчупты сала салдым. Кетчуп саламыз. Кейде жоқ заттардың орнын мен алмастыра саламын, жоқ екен деп, міндетті түрде сол болу керек екен деп отырмаймын. Мен орындарын ауыстыра беремін. Чесногымызды турап саламыз. 1 қасық соевый соусымызды салып, 100 грамм суымызды құйып, араластырып аламыз. Барлығын қаймақтары бір-біріне араласқанша араластыратын боламыз.
не табамызды қайтадан жуып тазалап алдық. Ішіне май ештеңе құйған жоқпын. Газдың астын құйып, тефтелиларымызды салып, жаңағы істеген сұйықтықты құямыз. Қайнап шыққаннан кейін баяу отта пісіріп алатын боламыз 30 минуттай. Жұмсақ болып, дәмді болып, подлив болып шығады. Подливіміз қайнап шықты. Татымына қарай тұзымызды саламыз. Ал енді баяу отта 30 минутқа пісіреміз. Арадан уақытымыз өтті. Міне подливіміз дайын. Енді тамақтың үстін әрлейтін боламыз осымен. Дәл осындай шұңқырлау ыдысымызға кішкентай осындай пиаланы қойып, тамақты әрлеуде кішкене тамаққа әдемі көрініс береді. Енді жан жағына күрішімізді салып шығамыз. Ал міне салып болдық. Енді тәрелкемізге осыны аударып алатын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп аударып алыңыздар. Енді үстіндегі жаңа кішкентай пиаламызды алып тастаймыз. Үстіне жаңағы жасаған тефтели подливімізді құятын боламыз. Бұл күріш макаронмен неше түрлі подлив жасасаңыздар болады. Мен тефтелимен жасадым. Кейде мен картоп, пияз, етпен де жасаймын, сұйықтау қылып. Мынандай түрде өте дәмді болады. Үйде жасап көріңіздер, өте дәмді. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға алғысым шексіз.